Бәріне сәлем, сіздермен бірге адам организмі каналы. Бүгінгі айтатын тақырыбымыз терідегі секпіл туралы. Секпіл дегеніміз терідегі дөңгелек немесе собықша пішінді болып келетін, түсі ашық сарғыш түсті немесе қара қоңыр түсті болып келетін дақ. Секпіл негізінен бетте, қолдың сыртқы жағында, иықта, арқа мен кеудеде болады. Кейде әсіресе көктемгі және жазғы маусымда секпілдің көбейіп кететіні соншалықты олар бір-бірімен қосылып тұтастай қоңырқай дақтарға айналады. Қыс мезгілінде секпіл бір жолада жоғалмаса да бұрынғысынан азая түседі. Жас ұлғайған сайын, көбінесе 30-дан асқаннан кейін секпіл өз-өзінен жоғалады. Секпілді бір жолата жоюдың амалы жоқ. Дегенмен де алдын ала жасалатын емдік шаралардың да емдік күші зор. Секпілдің дағын байқатпау үшін бетті айранмен сылап, сутегі асқын тотығының 3% ерітіндісімен сүрткенде дұрыс. Жазғы уақытта бетті лимонның немесе жаңадан пісіп жетілмеген қарақаттың шырынымен сүрткенде пайдалы. Секпілді түсіздендіру үшін түрлі кремдерді пайдалануға болады. Бір түйір лимонның сөліне 100 грамм бал араластырып, оны бетіңізге 1 немесе 5 мәртеге дейін жақсаңыз болады. Содан соң оны жылы сумен шайып тастаған дұрыс. Келесі маска үшін пияздың, лимонның сөлін және де күнделікті аста пайдаланып жүрген сірке суды алып, әрқайсынан 25 граммнан бөліп алып, бір ыдысқа құйып араластырып, бетіңізге жақсаңыз болады. Маска жасаудан бөлек күнделікті жалпасы дәруменін қабылдап жүрген дұрыс. Секпілді кетіруге асықпаңыз, себебі секпіл қазірде трендте. Танымал косметикалық компаниялары сүйкімді секпілдерді жалпы айқындауға арнайы қарындаштарды да өндіріске енгізген. Бұл тауар түрі аурулардың арқасында тіпті үлкен сұранысқа ие. Демек, секпілдерді ұнататын да адамдар бар. Олар бұл дақтарды күннің теріс әсерінен қорғайтын табиғаттың сыйы деп қабылдайды.